сәлеметсіздер, мен Жолы болғыш. Бүгінгі видеоның тақырыбы бестселлер кітаптар өз атына тұрарлық па. Кеттік. Үш ой, қысқадан нұсқа, уақыттарыңызды алмаймыз. Кеттік. Негізі бір жыл бұрын мен шынымен бестселлер деген кітап деп жазылып тұрса, бір жерден көріп қалсам, осы кітап бестселлер болып жатыр деп, мен кәдімгідей миымда бөлек пьедестал дейді ғой, бөлек бір орны бар еді. Мысалы, бұл кітаптар бестселлер, бұл кітаптар бүкіл әлемге танымал, бұл кітаптар 150 тілге аударылған, бұл жаңа шыққан кітаптар деген сияқты бір сұрыптаудан жүргізетін едім кітаптарды. Содан кейін қызық үшін бестселлер кітап дегендерді арнайы осылай бір нұсқап тұрып, өзіме жазып алып тұрып, осы бестселлер деп оқыдым. Содан кейін ойым күрт өзгерді. Әрине бұрыннан бері дегенде осы 5 жылдың шамасындай, нақты есімде жоқ қашан бұл шешімді қабылдағаным, бірақ мен бір күні кітаптарға баға бермеймін деген шешімге келдім. Негізінде кітапқа баға беру, кітап оқитын адамдар ішінде өте танымал, өте жиі істелінетін іс-әрекет. Яғни оқып болған кітабына 5-тен 3, 5-тен 2, 5-тен 5 деген сияқты баға беру. Бірақ бір күні мен бір кітаптан оқығаннан кейін ойым өзгерді, өйткені кітапқа баға беру қате деген ой қалыптасты. Әр адам әртүрлі, әлемде қайталанбайтын бөлек бір тұлға, және оның сол кітапты оқитын көзқарасы да бөлек. Оның ой елегі бөлек, оның тәжірибесі бөлек, оның өмірлік жалпы қағидаттары бөлек. Сондықтан бір кітапты оқи тұрып, екі адам сол кітап туралы екі түрлі ой қалыптасады. Содан кейін мен кітаптарға баға бермеймін деген шешімге келдім. Өйткені кезінде мен өзім кітаптарға баға беріп жүрген кезде басқалардың сол кітаптарға берген бағалары маған кәдімгідей бір әсер ететін еді. Егер басқа біреулер 5-тен 5 десе, мен автоматты түрде ойымда, күшті кітап дейтінен өзім оқымай тұрып. Бірақ өзім оқығаннан кейін мен мысалы оған 3-те 2 беретін. Солай бір кітапты мысалы желіге жазсам, біреу 5-тен 5, 5-тен 3, біреу 5-тен 0, біреу ең керемет кітап деп жатады. Неге деген сұрақ туындады, және логикалық тұрғыдан мен миым оған осылай жауап берді. Жаңа сіздерге айтқанымдай, әр адам әртүрлі баға береді, өйткені әр адам сол кітапты оқыған кезде алған эмоциялары, алған білімі барлығы әртүрлі. Ол адамның қабылдауы әртүрлі. Яғни, сондықтан мен кітаптарға баға бермеймін деп шештім. Басқалар менің сол бағаларыма қарап, бұл кітап туралы бір ой қалыптастыра алмасын деген мақсатпен. Өйткені шыны керек, орыстар айтады ғой, не суди книгу по обложке деп, жаңағыдай сыртына қарап емес, сол берілген бағасына да қарап сынау мен ойымша қате, сондықтан баға беруді тоқтаттым. Енді бестселлер кітапқа оралатын болсақ, бестселлер кітаптарды біз бағалаймыз. Яғни бестселлер деген 5-тен 5 деген кітап сияқты сезіледі, мен үшін солай естіледі. Ал ол дегеніміз жаңағыдай мен үшін ол 5-тен 5 емес, 5-тен 1 де болуы мүмкін, 5-тен 3 де болуы мүмкін. Сондықтан мен жай ғана кітаптан алынған ойлармен бөлсем деп шештім, және жалпы достарыма кеңес берген кезде ондай бір кітапты санмен бағалауды доғардым. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады, кез келген сізге қатты ұнайтын кітапты желіге жазсаңыз, бір адам оны мақтайды, бір адам даттайды, бір адам орташа дейді. Ал сіз үшін ол өміріңізді өзгерткен кітап. Сондықтан әр кітап айтады ғой, әр адамның өміріне бір кез келген адам біздің өмірімізге нақты керек уақытта келеді, және керек емес уақытта кетеді деген сияқты ма, сондай бір теория естігем, желілерде танымалау. Сол секілді кітаптарды, мен ойымша кітаптарға ол тікелей байланысты. Кез келген кітап сіздің осы өмірлік сәтте керек кезінде келеді. Сіз өзіңізге керек нәрсені аласыз сол кітаптан, керек ойларды көресіз, керек үзінділер есіңізде қалады. Қалғанның барлығы сіздің жаныңыздан өтіп кетеді. Сол секілді әр адамға әр кітап әртүрлі жағынан ашылады. Бір кітап әртүрлі жағынан ашылады. Және де не айтсам болады. Сондықтан бестселлер деңгейіне көтерудің қажеті жоқ кітаптарды. Әрине бестселлер деген ол ең көп сатылған, аударылған, танымал болған кітаптар, немесе авторлар болуы мүмкін, қызық үшін оқып көруге болады. Бірақ әрқашан кітапқа өзіңіздің жүрегіңіз айтып тұрған бағаны беру керек дегенде, сол кітап туралы ойыңызды тек
сіз құрастыра аласыз. Сіз секілді басқа ешкім ол кітап туралы ойламайды. Мен бұл кітапты мықты деп санаймын, сіз онша емес деп санайсыз, ал сіздің досыңыз оны мүлдем оқуға тұрмайтын нашар туындылардың бірі деп санайды. Сондықтан әр адамға әртүрлі периодта әртүрлі кітаптар қызықты, әртүрлі кітаптар олардың өмірін өзгертеді. Сондықтан бұл видеоның қорытындысы: кітапқа баға бермейміз, өзіміз оқып көреміз, содан кейін өзіміздің біз бір көзқарасымызды қалыптастырамыз да, тек қана өзіміздің сол кітаптан алған жақсы не жаман жақтарын айтуға құқығымыз бар. Ал баға беру арқылы біз басқа оқырмандарды адастырып жіберу мүмкінбіз деп санаймын. Бірақ баға беретін адамдар көп, кітап оқитындардың арасында. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийде жазып кетіңіздер. Кітапқа баға беру дұрыс па, әлде бұрыс па? Болмаса лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.